Адамдарға ешбір уақытта осы үш нәрсені айтпаңыз. Сонда ғана өзіңіздің қойған мақсаттарыңызға ешқандай қиындықтарсыз жете аласыз. Видеоны бастамас бұрын біздің арнаға тіркеліп, лайк басып, оны басқалармен бөлісіңіздер. Біріншісі, қолыңыздағы бар дүниені, яғни мәл-мүлкіңізді біреуге айтпаңыз. Өйткені әрбір нығметке қарсы көреалмаушылықтар міндетті түрде табылады. Екіншісі, өзіңіздің жоспарларыңыз толық орындалмағанша асыға оны біреуге айтпаңыз. Өйткені 90% адамның жоспарының орындалмауы осы себептен болады екен. Ал үшіншісі, өзіңізге қатысты ақпараттарды біреумен асыға бөліспеңіз. Тіпті өзіңіздің жақын досыңыз болса да. Өйткені келе оны сізге қарсы қолдануы мүмкін. Иә достар, видеоның соңына келдік. Мен видеоның соңында Хазірет Омар разиаллаху анхтың мынандай айтқан сөзімен аяқтайын. Мен айтқан сөздеріме көп өкіндім, бірақ еш айтпаған сөздеріме ешбір уақытта өкінбедім. Егер де сізге контент пайдалы болатын болса, арнаға тіркеліп, оны басқа достарыңызбен де бөлісіңіздер. Ассаламу алейкум.